Aramızda ешкім қоспағанға. Естисің енді, әскерден кеткенше өштесіп жүресің бұл мен? Жоқ, ол әдемі қыз. Сен оны еркек шора дедің ғой. Десем деген шығарым. Бірақ қазір ойым мүлде басқадай. Мен оның жылағанын көрдім. Не көрдің? Мен тағы бірдеңе көрдім бүгін. Нені? Ол сен оңдырмай алып ұрып жерге. Оны білем. Арқаға етсіш. Асып бірш. Бәрін ретіретмеді айтам қазір. Біз ойлағандай жаман қыз емес екен. Жұмбақ қылмыш енді. Өте нәзік жан. Емхананың қасынан өтіп бара жаттым. Сөйтіп, бір жылаған дауыс естідім. Терезенің түбіне барып қарасам, үстелдің басында отырып, жылап отыр. Мені көріп тағы қайсылды. Не деді? Білмеймін, қаша кеттім. Онша естемін, бірақ жоғал, кет бар. Не қып жүрсің, кет жоғал деді ма? Қысқасы, өзінше Орысқаға ел көрінгісі келді. Ол айла тәсілді қыз ғой. Менің ойымша, сезімтал, нәзік жан сияқты. Сенің сөзіңе қарасам, ойын кетіп жүрген сияқты. Жоқ, мен талғамы сай емес. Талған емес. Жаңа нәзік деп сызылып кетті ғой тіпті. Қойшы. Шебұтақтарының арасынан түскен күн сәулесі, оның бойы бөлмесіне түсі, оның жасаққан көздеріне өрнек сала бастады. Сен ойлағандай қияли емес. Әр сөзін өлеңмен жеткізеді деп ойлайсыңдар ғой деймін мен. Менің ішінде не болып жатқанын түсінбейсіңдер, түсіне де алмайсыңдар. Қиялилар, даурықпай сыбырлап сөйлесіңдерші. Рот ұйықтап жатыр ғой. Кеш. Мен бәрін түсіндім. Ештеңе де түсінген жоқсың. Сен ол жаққа бекерге барған жоқсың. Оны аңдуға бардың. Несі бар? Әдемі қыз. Сен оны аңдып, сығалап жүрдің. Жеңін сома мен сен сияқты емес. Мойындай. Кетші. Мен рота тұрыңдар деп айғайласам қарсы емессіңдер ме? Жат жауынгер. Тыныш. Мен сендердің сөздеріңді жақсы естіп тұрдым. Біреудің сөзін тыңдау жақсы әдет емес, аға сержант. Ұрыс кезінде айла тәсілдің қай түрі болмасын, жақсы деген сөз түсінікті ме? Дәл солай. Менің сендерге екі сұрағым бар. Бірінші болып сұраққа сен жауап бересің. Моншадан еден жуғыш пен шелекті алып келу үшін сен неге емхана жақпен өтесің? Екінші сұрақ. Сен остеохондрозыңды емдету үшін неге менен рұқсат сұрамайсың? Бірінші болып, Талғат жауап берсе дұрыс болады ғой дейм. Аузыңды жап, рет-ретімен бастайық. Бірінші болып сұраққа сен жауап бересің. Аузымды жапсам жауап бере алмай қалам ғой. Бірінші болып сұраққа сен жауап бересің дедім бе? Жауап бер. Кешіңіз, аға сержант мырза. Сіз дұрыс айтасыз.
Үйтпемім керек еді. Мен жай бөлімнің ішін аралағым келді. Кезекшілікке тұруға дайынмын. Асықпа. Кезекшілікке тұруға асықпа. Таң атсын. Содан кейін сөйлесе жатармыз. Мен саған жазаңды берем міндетті түрде. Ал сен алаң болма. Беріңді міндетті түрде емдейміз. Қайырлы түн. Сен неге шынымен де емхана арқылы өттің? Взвод! Оңға! Қатардағы Ниязов, мен бүгін жаттығуға взводты сен алып барасың. Болат. Рұқсат етіңіз. Я? Сіз не істейсіз, сержант мырза сонда? Мен саған кедергі жасаймын. Түсінді ме? Мен солай. Орында. Взвод! Адам! Бас! Demağını ver. Alo. Ya. Ya Sağınбай. Қазір күте тұрмыз. Взвод! Оғын бәрі тұрыңдар тез. Қатардағы сайын. Мен. Мә. Белгіленген аймақты бақылайсың. Нені бақылаймыз? Үйде айта аламын. Сен жеке взводты бақылайсың. Мен орнына қаласың. Сен кім а? Құп болады. Қас. Алло. Нариман. Не істейміз? О, ел. Біз С квадратында тұрмыз. С квадратында. Не істейміз? Бізге берілген тапсырмағанда. Осы С квадратын қорғай тұрып, жасырынған жаудың өтіп кетпеуін қадағалауымыз керек. Сайтан алғыр, қандай жау? Біздің сержант ал жасайын деген бе? Келіппер анан бір нәрсе көріп тұрған сияқтысың. Алжан! Қарап шық. Болады. Yok. Бәрі дұрыс. Ешкім жоқ. Болат! Сен көзіңді қарату керек. Взвод! Демаңдар. Болат.
Маңдай жалсыз болды. Сүрдіріңдер. Өңшің тоқ мұрындар, жарайсыңдар жігіттер. Өлді деген осы. Тұрыңдар! Қағыстыңды! Түрлерін құрсын. Естеріңде болсын, жауынгерлер. Бейбіт күннің өзінде бәріне де дайын болу керек. Тұқымдар ма? Мінеке дәл осы жауынгерлерді дайын болмасандар өмір бақи таяқ жеп жүретін боласыңдар. Киімдер әдемі екен. Бізге де бере ма? Берет. Сазайларыңды да берет сендерді. Түсінікті ма? Не істейміз, шынығамыз ба? Иә. Ендеше солға. Жүгірі! Бас! Абайла. Әкел қолды. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Не істейміз? Өзіңіз білесіз ба? Тамақ жейге? Жүріңдер. Жігіттер, маған әскерде бір нәрсе ұнамай жүр. Не ұнамай жүр? Бұл жақта мүлдем көңіл көтеру мәселесі қаралмаған ғой. Мен бүгінгі тосқалы аз болды ма саған? Оны мен көңіл көтеру деп айта алмас едім. Талғат саған не жетпейді? Алматының түнгі клубтарындағы диджейлер саған күнде түнде келіп музыка ойнап тұрсын ба? Әскер көңіл көтеру үшін емес, отан қорғау үшін. Біріншіден ғалымжан, диджей емес, диджей. Диджей айырмашылығы. Екіншіден, мен ол мәселе мүлде айтып отқан жоқпын. Мысалы, Нариман, сен компьютерлік атыс ойындарын жақсы көресің. Иә. Күнде бір рет болса да ойнап тұруға қалай қарар едің, а? Ойнағым келеді ғой, бірақ әскерде қайтып ойнайсың. Талғат, сен де қызықсың ал. Компьютер ойындары деп қоясың. Нағыз ойын. Біздің автомат ұстап жүгіріп жүргеніміз емес пе? Ей, Жамбол, айтшы. Иә. Мен бар ғой жалпы клуб, компьютерлік ойын деген ешқайсысын ойнамаймын. Мен қыздармен шахмат ойнаған жақсы көремін. Тұрыңдар. Ойлайық. Не істеусіңдер? Сізді күтіп отырмыз. Отырыңдар. Алыңдар мұны, үйрестір. Домино жоқ па? А? Домино? Сен алдымен мынаны үйреніп ал. Домино дейді ғой. Шахмат ойнай аласың ба өзі? Ойнаймын ғой. Сержант мырза, Е. теңіз ойнайды. Иә, Нариман ойнасашы. Сен мен ме? Дәл солай. Жоқ, отпаңыз, жай ойнаймын. Жоғары көркіне. Сен біле білсең, сай. Мен мына әскерге дейін облыстың чемпионы болған адам. Түсінікті ме? Дәл солай. Онда тіпті жақсы ғой, чемпион болсаңыз ойнайық та. Тұрай, кел. Тіз. Жамбол, сіз
сен шахматты дойып сияқты тізіп жатқаның не? Өзім білем. Өзім білем. Шахмат ойнайын дейді ғой. Бәлкім Маған тек беріспекке ғана ойнау керек. Өй. бәлкім маған солай ыңғайлы шығар. Саған ыңғайлы шығар. Шахматта бір-ақ ереже бар, сонымен ойнау керек. Мә. Жанболат, егер шахмат ойнай алмасаң, бізге кел. Чемпион ойнаймыз. Мен бе ойнай алмайды. Ойнағанда қалай ойнаймын мен қазір. Ғалымжанды жеңейін, содан кейін Нариман сержантты жеңсе, Нариманмен ойнаймын. Ей, Жанболат. Мына Нариман мені жеңетініне сенімдімісің? Жоған сержант мырза, Нариман бірінші жүріс жасады, ендеше Нариман ойынды түсініп отыр. Жеңуге жақын дегенім ғой. Аузыңды жатты, ойнаны. Нариман неге бірінші жүріс жасаған білмейсің бе? Өйткені Нариманда ақ тастар. Мә, шахматта сендер іштеге түсінбейсіңдер. Түсінбесек түсінбейтін шығармыз. Бірақ жеңе білеміз. Шах. Кімдіке мынау? Алмайсың бе затын? Дұрыс, шах. Бірақ та бұл жеңіс емес сай. Бұл ойында дұрыс стратегия таңдай білсең болған. Міне. Енді неге сол стратегияны таңдамайсыз өзіңіз? Аға сержант мырза, шах. Мен таңдауын таңдадым. Бірақ жариялауға асықпаймын мен. Нариман, атпен жүрсеңші, атпен. Düşесің. Жалғызбыш. Аспайын деп кешіп қалмасаңыз болды. Аптықпа сайын. Бұл әлі жеңіс емес. Кешіріңіз, бірақ... Мат. Нариман. Жарайсың сайын. Жарайсың. Міне, енді түсінген шығарсың, е? Қалай ойнау керек екен. Менің стратегия. Түсінікті ме? Ей, мен бағаның бері не көрсетіп отырмын саған? Міне, мына мен, шені үлкен әскери адам ретінде, мына сендер сияқты балапандарға қалай тез арада мат қою керек екенін үйретіп отырмын. Түсінікті ме? Аға сержант мырза, сонда жауларымызда бізге тез беріле салуында үйретесіз бе? Қойшы бе? Сен бар ғой? Тұрыңдар! Отыр! Тұр! Отыр! Сен бар ғой? Тілінің жағына сүйене берген. Аямайын бір күні. Онсыз да мына жерде көп отыруға болмай. Қазір мына шахматтар тез жинады, қоймаға апарып түсінікті ме? Дәл солай. Ал сен сайын. Мына жердің еден жылтыратып тұрып жуасың да, маған кілтін әкеп бересің. Түсінікті ме? Аға сержант мырза енді. Тыныш отырмайсың ба, Ғалымжан? Немене берілу, анау, мынау. Қосылды ма? Мойындасын. Жарайды жігіттер, қойыңызшы. Әскерге дейін кезіксе қоймаған. Чемпион бола қоймас еді. Нариман, сен жігітсің. Тәубесіне келтірдің. Өте тәкаппарлан. Отыр, тұр. Тие, чемпионмын деп қойды. Қайдағы чемпион? Стратегия. Қайдағы стратегия? Оның стратегиясының басты мақсаты өтірікті шындай етіп сендіріп қойды. Қаттен. Ғалымжанды жеңіп үлгірмей қалдым. Жеңейін деп.
сен сөйлемеш, ол гроссмейстер. Сен менің жеңгенімді күтетін болсақ, әскерден кеткенше отыратын едік. Отырмайтын ек. Мен пілмен жүріп, атпен жейін деп отқам. Мынау не тағы? Капитан Шәріптен. Нариман, жұмыс бар. Жұмыс бар деймін сен. Жұмысын таңға дейін күте тұра алмай ма? Жоқ, мен жай сұрайын деген. Нені? Сен шахматты жақсы ойнайсың ғой, Иә, не болды? Сен мені жақсы ойнауға үйрете аласың ба? Болат, сен тағы шахматтарын бастадың бе? Ұйықтайшы. Ұйықтай берші, мен саған сөйлеп жатқан жоқпын ғой. Не үшін керек саған? Қалай не үшін? Мен ауылға барған соң, інілерімнің бәрін жинап алам да, отбасылық чемпионат ұйымдастырып, оны жеңіп шығам. Жанболат, сенде не? Отбасылық шахматтан чемпионаттан артық. Маңыз арман жоқ па? Не бөлесің? Қалай арман жоқ па? Мен ашық теңізде, үлкен тереңдікте аквалангпен жүзуді армандаймын. Қиялданбашы. Сен қайда, мұхит қайда? Қызықсың, мұхит тереземнің алдында тұрса, мен ол жайлы армандайын ба? Жақсы арман. Ал мен болсам, әскерден кейін не істерімді білмей жүрмін. Не істерін білмесең, осында қалсыш. Ақыр сырт жаққа шығып, өміріңнің мәнін жоғалтып аларсың. Кім білет, қалсам қаларым. Мен мұнда не үшін келді дейсіңдер? Әкем мен анама өзімнің азамат екенімді, дегеніме өз қолыммен жете алатынымды дәлелдеу үшін келдім. Дәлелдедің ба? Дәлелдедім. Бірақ ары қарай не істерімді ойлап та жүрген жоқпын. Ал мен біле не істейтінімді. Мына жақтан кеткен соң үйме барған кезде Достарыммен шығам да қадырам. Кіммен? Қыздармен? Сосын? Түсінбедім. Бір күн қыдыр, 2 күн қыдыр, бір апта, 2 апта қыдыр. Соң кейін не істейсің? сосын білмеймін, болашақтың еншісінде ғой оның бәрі. Сен де сөйлей береді екенсің. Болашақтың есі деп шалқыңмен түсіп жатырсың. Ертең әскерден кеткен соң таз кепеңді тағы емекшісің ғой. Бір нәрсе ойластырамыз, қош. Сен өзің бір нәрсе ойладың ба? Әрине, мен төтенше жағдайлар министрлігіне қызметке тұрам, құтқарушы болып.
Адамдарды құтқарам. Оларға қиын кезде қол ұшымды берем. Сол үшін әскерге келмедім бе? Міне жігіт, игіліктісіз. Көрдіңдер ма жігіттер? Сендер болсаңдар өз қарабастарыңды ойлайсыңдар. Ал Ғалымжан болса, адамдар жайлы ойлап жүр. Қиын ғой. Өзін ойлаудың қажеті жоқ. Түрін қарасашы, түйе сияқты. Осы күнге жеген тамағыңды ақтау керек қой, дұрыс. Адамдарға қызмет ет. Ал сендердің іштерің күйсе тұз жалаңды. Ішіміз неменеге? Неменеге? Мен мысалы әскерден Рэмбодай болып шықсам, қалаға барып, елдің бәрін таң қалдырам. Кімді таң қалдырмақшысың? Белгілі ғой, не кімді таңғалдыр? Қыздарды әрине. Қазір оған қараса қыздардың жаны ашиды. Маған жаның ашмай қойсаңшы. Неменеге қол жейсің? Сен басың істейді. Сен ақылдысың. Ертең қалаға барасың, компьютерлеріңмен қайта қауышасың. Қыздар ақылдыларын атады. Біздің Ғалымжан басынан өткізген ғой, біздің Ғалымжан. Сондай ақылды. Алға. Мен күштімін. Ал Нариман ақылды. Саған не жоқ еді? Адамдармен тез тіл табысады. Міне. Қыздар ондайларға қарайды. Міне. Жанболат дұрыс аңғарған. Оған қосымша, мен енді тартымдымын, көріктімін десе де болады. Бастысы, жігіттер, тапқырмын. Талғат, сен ең бастысы өте қарапайымсың шы. Көтер анам. Сендер немелеріңе күліп жетісіп отырсыңдар. Мына жердегілеріңнің барлықтарынан менің қызым көп. Ойнаңдар. Талғат, оған күмәніміз жоқ. Қызым көп дейді. Осыған қарындасынан басқа ешкім хат жазбайды. Бүгін Ғалымжанға қызы хат жазды. Қойш! Айтайшы. Әңгіме болсын. Қойш! Ғалымжан, шын айтасың ба? Жасырмай айтсаңшы. Рас айтам. Бірақ ол мен қызым емес еді. Қойдыршы. Ол мен апамның құрбысының қызы. Апаның құрбысының қызы ма, кімнің қызы болсын, оның саған көңіл болмаса хат жазбайды ғой, солай ма? Иә, әрине. Сен ол хатты маған бер. Ол қыздың қандай оймен саған ана хат жазған бүгін шегесін дейін біліп берем. Ой, шіркін әйе. Сенсіз де өзінің қолың. Ғалымжан, сен алаңдамашы. Мүмкін ол сенің тағдырың шығар. Сен оған міндетті түрде жауап жаз. Біз саған көмектесеміз жігіттермен, айтыңдаршы жігіттер. Иә? Не жазатынымды білмеймін. Мынау әлі сен хат жазып, хатқа жауап жазбағансың ба әлі күнге дейін? Не деген мынау? Не деген адамсың сен? Ол мен жақсы көрмейді. Тек әскердегі қызметін қалай деп сұрайды. Ғалымжан, сен ойланшы кішкене. Сен ауылдағы қызыңа бүгін сиырды қалай саудың деп хат жазбайсың ғой? Ол ғашықтық хаты, ғашықтық. Мен не жазатынымды білмеймін, шынымды айтсам. Біз көмектесеміз ғой. Мен не үшін жүрмін? Көмектесем ғой. Ғалымжан айтып отырмын саған алаңдамашы. Шын ба? Талғат дұрыс айтады. Мүмкін ол сенің тағдырың шығар. Дұрыс. Жазайық. Сен оған міндетті Жазайық енді. Ертең жазайықшы, ұйықташы. Ұйықтаңдаршы. Нариман, сен маған сонымен жағымды үйретесің ғой. Иә. Рахмет. Жақындаршы. Нариман. Үйде болған кезде, мен осы кезде көшеге шығып бара жатыр едім. Қыдыруға.